Достар, жұмыс іздейтін HeadHunter деп аталатын керемет бір сайт бар. Сол жерге кіріп, бухгалтерлардың табысы қанша және олардың қандай түрлері бар екенін қарап көрейік. HeadHunter сайтына кіреміз. Қазір бухгалтер жұмыстарын қарап көрейік. Қанша вакансия бар, олардың қандай түрлері бар, табыстары қанша деген сияқты. Мына жерде бүкіл Қазақстан бойынша деп іздейміз. Бұл көрсеткіш күнде өзгеріп отырады. Мысалы, мынау бүгінгі көрсеткіш бойынша 4216 вакансия бар екен, жұмыс бар. Кейбір күндері 8000, 7000, 7000-ға дейін жетеді. Алдыменен сіздер .A және .B-сын қарап алыңыздар. Мысалы, ең жоғарғы айлықтар бұл жерде 700 мыңнан басталады. 700 мың, 500 мың мен 700 мыңның арасында. Егер тәжірибелі 5 жыл, 4 жыл, 5 жыл, одан да көп тәжірибесі бар бухгалтер болсаңыз, табысыңыз осыған жетуі ықтимал. Енді әрі қарай қарайық. Бухгалтерлардың түрлерін қарастырып жатырмыз. Мысалы, бухгалтер по учету банковских операций дейді. Мысалы, менің курсымда тек қана банк кассаны қалай жүргізуін үйреткен болатынмын. Соның ішінде тек қана осы бөлімін ғана үйреніп алып, солай жұмысқа орналасуға болады. Мысалы, ішіне қарап көрейік, сипаттамасында не жазылған екен. Работа в 1С дейді. Работа в онлайн-банкинге, составление платежных поручений дейді, перевод, введение рабочих реестров таблиц дейді. Ешқандай аса бір қиын жұмыс жоқ. 1С-мен жұмыс жасайсыздар. Платежный поручение, яғни төлемдерді онлайн-банкингте аударымдарын жасап отырасыздар. Ең басты реквизитті дұрыс толтырып, белгіленген жаңағы неге счетқа жіберсеңіздер жеткілікті. Келесі бухгалтер по заработной плате дейді. Яғни тек қана жалақы есептейтін бухгалтер. Мен өзімнің курсымда оны да түсіндірген болатынмын. Жалақыны қалай есептеу керегі туралы. Яғни бұл жерде де сіздер бухгалтер болып жұмысқа орналасу үшін сіздердің бухгалтерия саласын толық егжей-тегжейлі меңгеру маңызды емес. Тек қана бір бөлімін үйренсеңіздер де жеткілікті. Мысалы, тек қана жалақы есептейтін бухгалтерлар болады. Одан басқасын аса керемет білу маңызды емес. Тек қана жалақы есептейсіздер, салықтарын шегересіздер, болды. Требованиями: опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет. 3 жыл болу керек дейді. Высшее экономическое образование. Желателен опыт работы в других ПО, кроме 1С бухгалтерии дейді. Бұл да болады, мысалы. Заместитель главного бухгалтера дейді. Яғни бас бухгалтердің көмекшісі боласыздар. Міне, касса, прием оплаты наличными, работа с ККМ дейді. Яғни ақшаны қабылдайсыздар, қолма-қол ақшаны кассаға енгізесіздер. Бұл да менің курсымда бар. Және де 910, 300, 870, 200, 912 интернет банкинг. Яғни осы салық есеп нысандарын декларациялар тапсырасыздар. Менің курсымда 910 тапсыруды үйреттім. 300 бар, 870 бар, 200, 200 бар, 912 жоқ. 912 ол да аса қиын емес. Келесі работа с CRM системы для туризма. Бұл енді қосымша ақпарат. Егер мұны біліп жатсаңыздар, сіздерге тек қана плюс болады. Келесі кезекте барлығы сол күнделікті первичный жұмыстар, рутинный жұмыстар. Авансовый отчет дейді, ИССФ, кабинет налогоплательщика, соны. Бұның барлығы менің курсымда бар. Енді главный бухгалтер, бұл енді бас бухгалтерлар, бұлар бүкіл компанияның жұмысын толық бір өзі атқаратын адамдарды бас бухгалтер деп атайды.
первичный документацияға бухгалтерлар болады. Яғни бұл жерде тек қана счет фактура енгізу, активерка беру, счет на оплату беру деген сияқты сондай ұсақ-түйек жұмыстарды атқаратын рядовой бухгалтерлар, яғни қатардағы қарапайым бухгалтерлар. Медицинской организации требуется бухгалтер на первичную документацию деп атайды. По ТМЦ ОС дейді. Яғни ТМЦ деген товарно-материальные ценности и основные средства. Поступление, перемещение, реализация, списание. Яғни менің курсымда да бар бұл тақырып. Келген счет фактураларды енгізу, поступление жасау, перемещение, оларды списание жасау деген сияқты осындай қарапайым рутинный жұмыстар. Знание 1 из бухгалтерии 8-3 дейді. Болды. Аса бір керемет талабы жоқ. Мінеке айлықтарын көріп отқандарыңыздай жақсы 300 мың 400 мыңның аралығында орташа жалақылар. Ең төменгілері 100-150-ден басталады. Мінеке тағы да на первичную документацию, зам, старший бухгалтер, помощник бухгалтера дейді тағы да. Бухгалтер, офис менеджер, осындай мамандық вакансияларда бар міне жұмыс. Аса бір керемет талаптары жоқ. Әденесті білсеңіз және компьютерлік сауаттылығыңыз болса, мысалы Microsoft Office бағдарламаларын білсеңіз, Word, Excel, мәтінді жазу деген сияқты. Соның өзі жеткілікті. Жұмыстарға қарай береміз. Әртүрлі. Мысалы, бухгалтер по возвратам деп атайды. Бұл жерде толық жұмысын атқармайды бухгалтерияның бастан аяқ бас бухгалтер секілді. Тек қана белгілі бір өзінің жұмыстары болады. Активерки беру, СФ, СНТ возврат, разноска банка, контроль остатков, движение товаров на виртуальном складе. Қарапайым первичная документация бухгалтер. Көп жерде бас бухгалтердің көмекшісі жұмыстары шығып жатыр. Бұлай іздеп көрейік. Мысалы, бізде мына жерде бухгалтер, одан кейін осы поисковикке, яғни іздеу алаңына қарасақ, осы жерден көреміз міне бухгалтерлардың қандай түрлері бар. Бухгалтер на первичную документацию дейді, яғни тек қана счет фактура енгізу, активерки жасау, счет на оплату беру, жаңағыда айтып өткендей. Осындай бухгалтердің түрі бар. Бухгалтер кассир, қолма-қол ақшаны қабылдайды, сонымен жұмыс жасайды. Бухгалтер на первичку, мына екеуі бір. На первичную документацию, на первичку, мына екеуі бір. На участок, ТМЦ, бұл тек қана счет фактураларды қабылдайды, активерки береді, енгізеді, СФ порталға шығарады деген сияқты. Бухгалтер калькулятор бар, бухгалтер банк бар, яғни банктік операциялар жасап отыратын. Бухгалтер оператор бұл рутинный алғашқы первичный документациялар жасайтын қатардағы бухгалтер, бұл да соның бір түрі. Міне осындай бухгалтерлардың түрлері бар. Мысалы, по заработной плате бар. Тек қана жалақы есептейтіндері бар. Міне по расчету заработной платы, по реализации дейді, тек қана продажа, яғни сату бөліміндегі счет фактураларды беру клиенттерге, сонымен ғана айналысатын бухгалтерлардың түрлері болады. Помощник дейді, по налогам дейді, тек қана салықтар тапсыратын бухгалтерлар болады деген сияқты мінекей.
осындай түрлері бар. Бухгалтер материальный столдікі болады, мысалы. Материальный столға бұл тек қана жаңа айтып өткен ТМЦ-ны жүргізеді. Сол себепті бухгалтерияны меңгеретін болсаңыздар, міндетті түрде барлығын от үйді бастан аяқ егжей-тегжейлі меңгеру маңызды емес. Тек қана бір бөлімін меңгеріп, сонымен жұмыс жасасаңыздар болады. Мысалы, банк кассаны үйреніп алып, тек қана бухгалтер кассир болып, немесе бухгалтер по банку болып жұмыс жасай аласыздар. Тек қана жалақыны үйреніп алып, жалақы есептейтін бухгалтер болсаңыздар да болады. Сол секілді бухгалтерлардың түрлері көп. Ал қалғаны уақытпенен, тәжірибемен өзі жиналады. Мысалы, істеп жүріп, сіздер басқа бөлімінде атқарып жүрсеңіздер, үйреніп, кейіннен бас бухгалтер в одном лице сондайға ауысуға болады. Сол себепті бухгалтерия саласында мүмкіндіктер өте көп, егер оқитын болсаңыздар. Ал енді Excel'ді іздеп көрейік. Қанша вакансияларда Excel'ді білу шарт екенін көрейік. Дәл бүгін 4716 вакансия тұр, Excel'ді білу шарт деп аталатын. Тағы да қайталап айтамын, бұл вакансия тек бүгінгі, дәл қазіргі сәттегі вакансияның саны. Бұл әр уақыт сайын өзгеріп отырады. Бұл тек бүгінгі ғана көрсеткіш. Кейбір күндері 8000, 7000-ға дейін жетеді. Сол себепті соны ескеру керек. Экономист, аналитик, помощник экономиста, аналитик. Көбінесе осындай аналитиктер, анализ данных, яғни деректерді талдау, сондай мамандық бар. Егер Excel'ді жақсы меңгерген болсаңыздар, сол мамандыққа келешекте ауысуға болады. Жай ғана Excel'дің өзі де, мені көріп отқандарыңыздай, сіздерді асырай алады. Сондықтан компьютерлік сауаттылық өте маңызды. Word, Excel, мінекей, 1С, бұларды білу негізгі талаптар. Мінекей, осылай бүгінгі вакансиялар. Көріп отқандарыңыздай, бухгалтерлардың түрлері өте көп. Первичный документацияға, банк және касса жүргізетін, тек қана материальный столды жүргізетін, және тек қана жалақы есептейтін, салық бойынша, және в одном лице, яғни бас бухгалтерлардың түрлері бар. Одан басқа операторлары бар, өте көп. Сол себепті қорытындылайтын болсақ, бухгалтер болып жұмыс жасау үшін сіз міндетті түрде егжей-тегжейлі барлығын толық меңгеруге міндетті емессіз. Тек қана банк пен кассаны меңгеріп алып, банк касса бухгалтері болып та жұмысқа кіре аласыз. Немесе тек қана жалақы бөлімін меңгеріп алсаңыз, жалақы есептейтін бухгалтер болып та жұмысқа орналаса аласыз. Сондықтан қазірден бастап, егер мен курсымды оқып жатқан болсаңыздар, осындай кіші бөлімдеріне резюме лақтырып, түйіндемелеріңізді жасап, осы HeadHunter'ге тіркеліп жібере берсеңіздер болады. Ең бастысы, үлкен компанияларға бір бастарыңызды соғып, жұмысқа орналаса алсаңыздар болды. Қалғаны іс жүзінде тәжірибемен келеді. Мен өзім қалай бухгалтер атандым, сол туралы айтып өтейін, бәлкім сіздерге пайдасын беретін шығар. Мен 2013 жылы үлкен газ компаниясына жұмысқа орналастым. Алғашқы 4 жылында 2017 жылға дейін мен бухгалтер болып жұмыс жасаған жоқпын. Бірақ менің жұмысым бухгалтерия саласына жанама жұмыс болды. Яғни менің жұмысым сол бухгалтерия саласындағы деректерді тексеру, соларменен тығыз байланыста жұмыс жасау болды. 2017 жылы экономист жұмыстан шығып, зейнеттік жасқа шығып, одан кейін жұмыстан кеткен кезде сол орын босады. Сол кезде маған экономист жұмысына орналасуға мүмкіндік туындады. Мен ойланған жоқпын, бірден келістім. Сөйтіп экономист болып жұмысқа тұрдым. Алғашқы кезде біраз қиналдым, бірақ қолымнан келді. Біз газ компаниясы антимонопольный комитетке субъект болып тіркелген едік. Яғни біздің қызметіміз антимонопольный комитетпенен бақыланатын еді. Яғни белгілі бір тариф белгілеп береді.
содан асып кетпеу керек, және оған 90-дық, жарты жылдық, жылдық есеп нысандарын, есептерін тапсыру керек. Соның барлығын жасап, көп тәжірибе жинадым. Және сонымен қатар, экономист болып отырған кезде бізде бас бухгалтер болатын. Ол екі фирманың бас бухгалтері еді. Біреуі үлкен, біреуі кішігірім. Сол кішігірім компанияның бухгалтериясын жүргізуге ол кісінің уақыты жетпейтін. Сосын мен ол кісіге өзімнің көмегімді ұсындым. Яғни мен жасап беріп отырайын, жаңағыдай сізге көмек берейін деп. Ол кісі бірден келісе кетті. Негізі көп жағдайда 30 жыл, 40 жылдық тәжірибесі бар, еңбек өтілі көп жинақталған осындай бас бухгалтерлар көп жағдайда сәл жалқаулау келетіні бар. Енді ол өзімнің жаңағыдай жұмыс барысында түсінгенім, ұққаным. Сондықтан осындай жағдайда егер көмектеріңізді ұсынсаңыздар, олар қарсы болмайды. Яғни сол кезде мен өзімнің көмегімді ұсындым. Первичная документация, яғни шит-фактураларды енгізу, акцияларға беру, банк және касса жүргізу деген сияқты осындай ұсақ-түйек жұмыстардың барлығын мен өз міндетіме алдым. Сәйкесінше мен ешқандай ақша талап еткен жоқпын. 2019 жылға дейін тегін жұмыс жасадым ол кісіге. Яғни айлығын өзі алады, бірақ жұмысын мен жасайын деген сияқты. Менің басты мақсатым бұл жерде тәжірибе жинау болды. Сол себепті алғаш рет осындай үлкен компанияға жұмысқа тұрып жатсаңыздар, алғашқы кездерде жалақыға мүлдем мән бермеңіздер. Сіздер тек қана тәжірибе жинауға тырысыңыздар. Мен дәл солай жасадым. Сөйтіп 2019 жылға дейін мен барлық первичный документацияның жұмыстарын бәрін жүргіздім, жалақы есептедім, шит-фактураларды енгізу, осындай ұсақ-түйек жұмыстардың барлығын өзім атқарып отырдым. Ал ол кісі ең маңызды тетіктерін өзі ұстап отырды, яғни салық есеп нысандарын тапсыру, сонда ең маңызды деген тетіктерді менің қолыма бермейтін. Енді ол кісі де ойланатын шығар, бәлкім ойлаған шығар, ертең маған жаңа бәсекелес болады, оны үйретпей-ақ қояйын деген сияқты, яғни менің орнымды тартып алады деген сияқты. Сондай қорқыныш болған шығар деп ойлаймын. Бірақ осындай ең маңызды нәрселерін үйретпейтін. Мен оны өзім қосымша интернеттен қарап, зерттеп, былайша сол тақырыпқа кірісіп, өзім зерттеп жүргенмін, бірақ практикалық тұрғыдан оны жүзеге асыра алмағандықтан толық түсіну мүмкін емес еді. Сөйтіп 2019 жылы ол кісі жұмыстан шығып кетті. Сосын үлкен бастықтар мені шақырып алып сұрады. Жұмысты жасай аласың ба деді. Иә, жасаймын. Тартып кетесің бе деді жұмысты. Иә, тартып кетем дедім. Ойланғанда жоқпын. Бірақ іштей қорқыныш болып тұрды. Бәлкім қиналып қалсам не болады, жаңағыдай жүргізе алмай қалсам не болады, салық есеп нысандарын тапсыра алмай қалсам не болады деген сияқты. Өйткені салық есеп нысандарының барлығын толық меңгермеген едім. Сонымен мүмкіндік туған кезде мен ойланғанда жоқпын. Бірден келісе кеттім. Сөйтіп бастықтар айтты, давайте сразу оформите его деді. Яғни мені бас бухгалтер қылып тіркеді. Сол сәттен бастап бас бухгалтердің жұмысын атқардым. Негізі қорықпай жауапкершілікті мойынға алу керек екен. Нақты мойныма жауапкершілік түскеннен кейін ғана мен сол салық есеп нысандарын қалай тапсыру керектігін үйрендім. Салық органдарына барып, олардың табалдырықтарын тоздырып деген сияқты жүгіріп жүріп, біраз тәжірибе жинадым. Бірақ Аллаға шүкір, барлығын жақсы меңгердім. Ешқандай жаңағыдай штраф, пеня деген нәрсе болған жоқ. Жұмысын барлығын жақсы меңгеріп алдым. Сол себепті жас бухгалтерлерге айтарым, егер үлкен компанияға жұмысқа тұрып жатсаңыздар, алғашқы уақытта айлық деген нәрсеге мүлдем мән бермеңіздер. Тек қана тәжірибе жинауды алғы мақсатқа қойыңыздар. Кейін қалғаны уақыт өте өзі біртіндеп тәжірибемен бірге келеді. Тәжірибемен бірге жалақыларыңыз, табыстарыңыз да өседі. Сол себепті білім алуды тоқтатпаңыздар. Өткенде айтып өткендей дәптер арнап, дәптерге түртіп отырыңыздар менің курсымды оқу барысында. Көп практика жасаңыздар. Және де барлығын толық егжей-тегжейлі меңгермей жұмысқа жаңағыдай вакансияларға резюме жібермеймін деп уақыт өткізіп алмаңыздар. Егер мүмкіндік туып жатса, қазірден вакансияларды жібере беріңіздер. HeadHunter сайтына тіркеліп алыңыздар. Жаңағыдай резюмелеріңізді лақтыра беріңіздер. Біреуіне бақтарыңыз жанып, біреуіне жұмыстан оффер келіп, яғни шақырту алып жатсаңыздар, міндетті түрде ойланбай, егер білмей тұрсаңыздар, жұмысқа кіре беріңіздер. Нақты
мойынға жауапкершілік түспей, адам үйрене алмайды бәрібір де. Сондықтан қорықпаңыздар. Іске сәт.